Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар, құрметті біздің арнамыздың көрермендері, бастамас бұрын Аллах разылығы үшін ролигімізге лайк басып, достарыңызбен WhatsApp, Telegram сияқты мессенджерлерде және де әлеуметтік желілерде видеомыздың сілтемесімен бөлісіп, ұнап жатса пікір қалдырып жатсаңыздар жақсы болар еді. Себебі бұл роликтердің таратылуына үлес қоссаңыздар, Аллахтың қалауымен сіздерге сауап жазылады. Лайым солай болғай, және де өтініш болсын, бауырлар, роликті соңына дейін көрсеңіздер. Ал біз бастайық. Біздің жүрегіміздегі иман оны үнемі нығайтып, әрі тәрбиелеп отыруды талап етеді. Өйткені тақуа деген жандардың имандары да арасында әлсіреп кететін кездері болып тұрады. Келесі хадистер біздің иманымызға, оған қажетті тың серпінді беріп, бізді жәннатқа апаратын жолға Аллахтың қалауымен жетелейді. Ендеше мән берейік. Хадистер. Бірінші хадис. Ақиқатында Аллах тағала 4 сөзді таңдап алған. Олар Субханаллах, Альхамдулиллах, Ла илаха иллаллах және Аллаху әкбар. Кімде-кім Субханаллах деп айтса, оған 20 жақсы амал жазылады, және де 20 жаман амалы өшірілетін болады. Сондай-ақ Аллаху әкбар, Ла илаха иллаллах деп айтқанда да дәл осындай сауаптар жазылатын болады. Ал енді кімде-кім шын жүрегімен Альхамдулиллахи Раббил аламин деп айтса, оған 30 жақсы амал жазылып, 30 жаман амалы өшірілетін болады. Екінші хадис. Аллах тағала алдындағы ең сүйікті сөз Субханаллахи ва бихамдих болып табылады. Мағынасы Аллах пәк, ол ұлы, оған мадақтар болсын. Үшінші хадис. Бүлік кезіндегі адамдардың ең жақсысы Алланың оған бұйырғандарын орындап, шөл далада оңашаланған адам болып табылады. Төртінші хадис. Ұзақ өмірі мен жақсы амалдары бар адам адамдардың жақсысы, ал ұзақ өмірі мен жаман амалдары бар адам адамдардың жаманы. Бесінші хадис. Мұсылманның жақсысы оның тілі мен қолдарынан өзге адамдар зиян көрмейтіні. Алтыншы хадис. Кімнің мінезі жақсы болса, сол мүминдердің жақсысы. Жетінші хадис. Аллах алдында адамдардың ең сүйіктілері, олардың пайдасы ең көп тиетіндері. Сегізінші хадис. Әйелдердің жақсысы сені қуаттандыратыны, оған бұйырса бойсұнатыны, сен болмағанда өзін және сенің мүлкіңді сақтайтыны. Тоғызыншы хадис. Адамдардың жақсысы құқықтарды сақтауда жақсысы болып табылатындары. Оныншы хадис. Әйелдеріңнен жақсылары сүйе білетіндер, жиі босанатындар, бойсұнатындар, әрі ерлеріне сәйкес келетіндер. 11-ші хадис. Береке турасында ең маңызды никах шығыны ең азы. 12-ші хадис. Құрмалардың жақсысы ал-барни, құрмасы, ол шипа береді, дерттен айықтырады, ол сырқат әкелмейді, аштықты басады, әрі жаурағанда жылытады. 13-ші хадис. Дініміздің жақсы қасиеті асқан дәлдік. 14-ші хадис. Дініміздің жақсысы оның жеңілдігі. 15-ші хадис. Намаз кезінде ерлер үшін алдыңғы қатар жақсы, ал соңғы қатар жаман болып табылады. Ал әйелдер үшін соңғы қатар жақсы, алдыңғы қатар жаман болып табылады. 16-ші хадис. Анағұрлым көркем мінезі бар, сондай-ақ өз отбасына жайлы мүмин мінсіз иманға ие. 17-ші хадис. Жақсыларың айтқан уәделерінде нық тұратындарың. 18-ші хадис. Сендердің жақсыларың өз әйелдеріне жақсы қарайтындарың. Мен әйелдеріме жақсы қарайтындарданмын. 19-ші хадис. Сендердің жақсыларың басқаларды тамақтандырып, сәлемге жауап беретіндерің. 20-ші хадис. Сендердің жақсыларың кімнен тек жақсылық күтіп, жамандық күтпейтінің, ал жамандарың кімнен үнемі тек жамандық күтіп, жақсылық күтпейтіндерің. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.